Сәлем менің YouTube оқырмандарым. Сіздермен бірге Шолпан Әмірқызы бүгінгі жасаған тортым туралы айтып бермекшімін. Ол үшін менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, лайк жіберіп қойыңыздар. Бұл тортты жасау үшін маған қажетті заттарды описаниеде жазып қалдырамын. Ең алдымен 3 жұмыртқаны 150 грамм шекерменен жақсылап миксерлеп аламын. Оған және 200 грамм сары майды қосып, оны да жақсылап араластырамын. Енді осы жұмыртқалы қоспамызға алдын ала какао мен ұнды разрыхлитель үшеуін қосып, жақсылап оны да миксерлеп аламын. Енді осы қоспаға 150 мл сүтті және қызыл бояуын қосып, оны да жақсылап миксерлеп дайындап қоямын. Енді торттың корждары дайын болғанша, мен оның шоколадты кремін дайындаймын. Шоколадты креміне мен Қазақстан шоколадын азырақ сары маймен және қант опасын қосып, оны да миксерлеп дайындап қойдым. Енді корждардың арасына жағатын кремме мен творожный массадан және бір кесе қаймақ қостым. Осы қоспаға 100 граммдай қанттың опасын қосып араластырып қойдым. Міне креміміз де даяр болайын деп тұр. Бұл кремге мен 100 граммдай сары майды қосып, оны да миксерлетіп дайындап алдым. Енді дайын болған корждардың арасына кремді жағып, реттеп, тортты жинақтай бастадым. Тортымыз әдемі, жұмсақ, дәмді болсын деп, кремдерін қалыңырақтан жағып, және де ең үстіңгі бөлігіне торттың нанның ұсағынан себелеп, әсемдеп шықтым. Енді шоколадты кремімізден қапшығына салып, шоколадты гүлдерді жасап қойдым. Видеоны соңына шейін көргендеріңіз үшін рахмет. Осы менің каналыма тіркелуді және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.